еске алып, мына құран бағыштатып, Қасымбектің немерелері ат жалын тартып, атқа мінгеніне орай, мына елдің батасын алай деп тамаша беріп жатыр. Мына тамашасы жығылмай, сүрінбей, аман-есен тарқай берсін. Тойымыз той қылыса берсін. Рахмет көке, мына әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деген мына Аякпар Палуан ағамыз Азияға белгілі мінекей ағайын. Қан оразалы қажы көке. Ассалаумағалейкум, құрметті көкпар сүйер көпшілік қауым. Мына бүгін Талғат ініміз нағаш дейміз, әкем нағашы ғой бұны Айман әйелі. Құда қаласа мынау Қасымбек нағашымыз бір аунап жатқан шығар. Мынау Құран бағыштатып, ниеттер қабыл болсын, мынау арты той болсын деп жатыр, той құтты болсын Құда қаласа. Мына жас балдарымыз үлкен елдің азамат жігіт болсын, еліне, жеріне, дініне қызмет қылатын. Мына осы көкпар жерде той көпшілікке жұғысты болсын. Той қаласа берсін, той аман-есен тарқа берсін. Алла. Рахмет. Қажеге рахмет. Міне төменгі мәре тойхананың шабандозы салдағайын. Кереметті сәйгіліктеріне келсіп, Бекалы Мырзаның Баққара есімді атыменен Ордабектің баласы Қасымбек атаның немересі Мени Нұрғызы шабандоз төменгі мәреге тастадағайын. Жоғарғы мәре қола жатсам болады мұны. Бұл екен ағламыз мұны. Енкей, 50 мың теңге бары боласынар, 50 мың теңгені келі боласынар ағайын. Тамаша сәйгіліктерді кегесі Айдулла Атбегі, Бекалы Мырзаның Баққара есімді атыменен Байтөбел есімді атыменен баруын Ордабек Палуанның баласы Қасымбек атаның немересі Нұрғиса шабандоз тастады ағайын. Жоғарғы мәреге Қазыналы қария Әділхан Ақсақалдың ерке жирен есімді атыменен Қошқардың баласы Жантай шабандоз тастады мінекей ағайын. Қазыналы қария Әділхан Ақсақалдың ерке жирен есімді атыменен Қошқардың баласы Жантай шабандоз жоғарғы мәреге салынды болды ағайын. 50 мың теңге бары боласыздар, 50 мың теңгені келі боласыздар, айналайын шабандоздар.